Бар болғаны 2 күннен кейін барлық кәмелетке толған қазақстандықтар өзін-өзі кезекке қоя алады. Ол үшін отбасы банкінде арнайы кезекке тұру порталы ашылатын болады. 24-нен бастап өздеріңіз кезекке қоя аласыздар. Ең алдымен өздеріңіздің сол кезекке тұру шартына сәйкес келесіздер ме, соны бір қабат тексеріп өткендеріңіз дұрыс. Ол үшін бар болғаны алғашқы 2 этапты атап өтетін болсақ, оның бірі соңғы 5 жылда атыңызда үй мүлкі болмау керек, немесе мемлекет бағдарламаларымен үй алмауыңыз қажет, және де сіз 18 жасқа толған болуыңыз қажет. Мүлдем атыңызда үй мүлкі болмаса тіптен жақсы. Сіз кезекке тұра аласыз дегенді білдіреді. Ал бар жоғы қағаз бастылықсыз, оңай әрі жеңіл түрде электронды цифрлық қолтаңбаларыңыз арқылы арнайы порталда өздеріңіз кезекке онлайн түрде қоясыздар. Кезекке өздеріңіз қойғаннан кейін кезекке тұрғандарыңызды тексеретін жеке формат болады. Сол жерде өздеріңізді кезекке тұрғандықтарыңызды тексере аласыздар. Егер де тексерістен өтіп кезекке тұрған болсаңыздар, сіздер сонымен қатар отбасы банкінен депозит ашып, тұрақты түрде жинақ жасауларыңыз қажет, жүргізулеріңіз қажет. Неге? Себебі кезекке тұру тегін үй алу дегенді білдірмейді. Сондықтан сіздер отбасы банкінен депозит ашып, тұрақты түрде жинақ жүргізулеріңіз қажет. Тұрақты түрде жинақ жүргізу арқылы сіздер ең төмен пайызбен квоталық түрде конкурстарға қатысып үй ала аласыздар. Тұрақты түрде депозит жүргізу арқылы сіздер квоталық төмен пайызбен үй ала аласыздар. Я болмаса 3 жыл тұрақты жинау арқылы 5%-лық табыс көзін растамай алуға болатын 50-50 бағдарламасымен өздеріңіз қалаған үйді ала аласыздар. Ол үшін ашылған депозиттеріңізді тұрақты жинап отырыңыздар. Бұдан былай кезекке тұру уақытынан бөлек сіздердің жинап жатқан жинақтарыңызға, яғни депозиттеріңізге де мән беретін боламыз. Осы жағын